Сіз орта ғасырлық VIP паспортының болғанын білесіз бе? Бүгін біз сізді музейіміздің ерекше жәдігермен таныстыратын боламыз. Ол пайза. Пайза Алтын Орда заманнан келе жатырған сенім құжаты. Бұл сенім құжаты ғана емес, мәртебенің, еркіндіктің символы. Бұл пайзаны хандар елшілерге, дін өкілдеріне, саудагерлерге, тіпті өнер адамдарына дейін берген сенім құжаты. Пайза Батыс Сібір, Монғолия, Батыс Еуропа аймақтарындағы елдерде ортақ құжат болған. Пайзаны алтыннан, темірден, күмістен, тіпті ағаштан жасайтын болған. Алдарыңызда Өзбек хан мен Абдолла ханның пайзалары ұсынылған. Бұл пайзада арнайы таңба, ханның мөрі және ұйғыр тілінде жазылған әмірдің рұқсатымен деген жазу ойылып түсірілген. Сонымен қатар пайзада арнайы теріден бау орнатылып, белдікке қадап, шекарадан өтіп, ел аралаған. Көне ғасырдың ID картасын өз көзіңізбен тамашалағыңыз келсе, Атырау облыстық тарихи өлкетану музейіне келіңіз.